Сәлем достар, сіздерге бүгін лакмканың рецептімен бөліскім келіп тұр. Дәмі өте жұмсақ әрі балғынды болып шығады. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен күнделікті қызықты рецепттермен бөлісемін. Ең бірінші қамыр илейтін боламыз. Ол үшін жылы сүтімізді, қантымызды, тұзды және ашытқы қосып жақсылап араластырып аламыз. Кейін 2 жұмыртқа керек болады. Бір жұмыртқаны толықтай қосып, екінші жұмыртқаның сары уызын алып қаламыз. Лакмканың бетіне жағуға керек болады. Енді барлығын араластырып, онды илегіштен өткізіп қосатын боламыз. Өте жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың басы бірге бастағанда бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды қосып, қамырды илейміз. Қамырды ыдысқа салып, жылы жерге 2 сағатқа қоямыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп алып, кейін майда бөліктерге бөліп аламыз. Қамырға аз мөлшерде ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Қамырдың өлшемі 10 см болуы қажет. Қамырдың ортасына күнбағыс май жағып шығамыз. Яғни күнбағыс майын жағып бүктейміз. Кейін қамырды бүктеп формамызға орналастырамыз. Лакмканың бетін салфанмен жауып, бөлме температурасында жарты сағатқа демалдырып, көтерілгенін күтеміз. Мінекей достар, біздің лакмкамыз дайын болды. Ішіне крем жағамыз. Мен кремін сгущенка мен сливочный майды араластырып, соның ішіне жағып шықтым. Және де бетіне кокосовая стружка қостым. Мінекей достар, біздің лакмка дайын болды. Ұнаса лайк қойып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлсая. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.